Қарағанды индустриялық университеті базасында Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының өңірлік филиалы ашылды. Бұл Қазақстанда ғылыми инженерлік қызметті үйлестіріп, дамытып отырған беделді әрі ірі бірлестік. Сонымен қатар республикалық ғылыми практикалық конференция өтті. Әрі қарай тілшіміз айтып берсін. Конференция Қазақстанның Ұлттық инженерлік академиясының қолдауымен ұйымдастырылды. Оған студенттер, жас ғалымдар, оқытушылар, бизнес және мемлекеттік құрылым өкілдері қатысты. Инженерлік мамандықтар мәртебесін нығайтудағы ғылымның маңызы айтылды. Технологиялық инновацияларды дамыту және жастарды техникалық мамандықтарға тартудың артықшылықтары талқыланды. Қазір көкейкесті мәселелердің бірі инженерлік техникалық кадрларды дайындау мәселесі. Сол мәселені біз Ұлттық инженерлік академия осы Теміртауға келіп, мына конференция көлемінде сол мәселені көтеріп отырмыз. Себебі Теміртау деген бұрыннан келе жатқан индустриялық регион, Қарағанды облысы Теміртау. Сондықтан бұл жерде мықты, өте талантты инженерлер өскен, оның аттары көбінің аты белгілі. Пленарлық отырыс аясында инженериядағы заманауи жетістіктерге және саланы дамыту перспективаларына қатысты ғылыми баяндамалар ұсынылды. Дөңгелек үстелмен пікірталас өтті. Ғылым, білім, өнеркәсіп саласының өзара байланысы ортаға салынды. Академияның тарапынан біздің ғылым мен инженерлік кадрлардың жоғары мәртебесінің нақты растау, жоғары баға және де келешекте біздің ғалымдарымызға үлкен мүмкіндік ашылады деп ойлаймын. Ол бір бөлек келешекте өз филиалының өз жұмысымен біздің өндіріс, білім беру, ғылым салаларды байланыстырып нығайтуға, одан бөлек инженерлік кадрлардың мәртебесін жоғарлату, артыру, сонымен қатар жалпы біздің облысымыздың ғылымның дамуына оң әсер ететінін сөзсіз. Жұмыс қорытындысы бойынша білім беру бағдарламаларын жаңғырту және қолданбалы ғылыми жобаларды ынталандыру бойынша ұсынымдар әзірленді. Біздің университетіміз білім берумен қатар ғылыми қызметпен де белсенді айналысып, ғылымды насихаттауға зор үлес қосып келеді. Қазақстанда 35 жылдан бері Ұлттық инженерлік академия табысты жұмыс жасап келеді. Оның президенті белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Бақытжан Жұмағұлов. Бүгін бізге құрметті қонақ ретінде келіп отыр. Сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпірінен делегация мүшелері келді. Олардың қатарында жас ғалымдар, өндіріс орындарының өкілдері бар. Шара барысында ғылыми жобалар көрмесі ұйымдастырылды. Қатысушылар инженерияның түрлі аспектілеріне арналған ғылыми баяндамалар мен зерттеулер ұсынды. Ғылым мен технологияның қазіргі жетістіктері, әлеуеті талқыланды. Дариға Жаманова, Еркебұлан Бекхожин, Сарыарқа телеарнасы.